Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін музыкалық саяхатымызды қала үніне арнаймыз. Қалаға қиялыңмен серуен жаса. Қалада қандай дыбыстарды естисің? Қандай дыбыстар басым деп ойлайсың? Шулы дыбыс па, әлде музыкалық дыбыс па? Қазір біз мына картинаға қарап, қалаға саяхат жасайық. Автовокзалдың іші адамға лық толы. Автовокзалда автобус бағыттарын хабарлап жатыр. Міне, тұраққа автобус келіп тоқтады. Жолаушылар автобусқа енді. Автобус қозғалды. Қозғалтқыштың үні естілді. Адамдар бір-бірімен ұялы телефондарымен сөйлесіп отыр. Кенет музыка қосылды. Сыртта жел, көліктердің үні. Автобус аялдамаға тоқтады. Тежегіштің дыбысы шықты. Көшедегі адамдардың дауысы мен аяқ басқан дыбыстары айқын естіле бастады. Қаланы аралаған бір топ бала автобусқа мініп, әсем ән шырқады. Балалар, ендігі кезекті әнге берейік. Балалар, біз қазір бәйтерекке барайық әнін үйренеміз. Әуелі мәтінімен танысайық. Бәйтерекке барайық. Бәйтерекке барайық, биігіне шығайық, астананы ғажайып, сол биіктен ұғайық. Бәйтеректің басынан панорама ашылған, қызық таумен осыдан көңіл толып тасыған. Аңдап бәрін қараса, қала көркі тамаша, ғимараттар жараса, бой түзеген жаңаша. Арман тілек жүйесі, аңыздарға нанайық, қазағымның киесі, бәйтерекке барайық. Енді әннің әуенімен танысайық. Бәйтерекке барайық, биігіне шығайық, астананы ғажайып, сол биіктен ұғайық. Бәйтеректің басынан панорама ашылған, қызық таумен осыдан көңіл толып тасыған. Көңіл толып тасыған. Аңдап бәрін қараса, қала көркі тамаша, ғимараттар жараса, бой түзеген жаңаша. Арман тілек жүйесі, аңыздарға нанайық, қазағымның киесі, бәйтерекке барайық, қазағымның киесі, бәйтерекке барайық. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, қазағымның киесі, бәйтерекке барайық, қазағымның киесі, бәйтерекке барайық. Міне осы әнді қайта-қайта тыңдап, жақсылап үйреніп алыңдар. Сәттілік тілеймін. Сау болыңдар балалар.